Қазақстан алма мен қызғалдақтың отаны. Асқақ Алатаудың баурайы алма мен қызғалдақтың тарихи отаны екенін ғылыми тұрғыдан дәлелденген қарапайым, бірақ бүкіл әлем үшін өзіндік маңызы зор. Бұл өсімдіктер осы жерде бір жарып жер жүзіне таралған. Қазақстан қазірде әлемдегі алма атаулының арғы атасы Сиверс алмасының отаны саналады. Дәл осы тұқым ең көп таралған жемісті әлемге тарту етті. Бәріміз білетін алма. Біздегі алманың генетикалық бір түрі. Ол Қазақстан аумағындағы Іле Алатауы баурайынан Ұлы Жібек жолының көне бағыты арқылы алғашқыда Жерорта теңізіне, кейіннен бүкіл әлемге таралған. Осы танымал жемістің терең тарихының символы ретінде еліміздің оңтүстігіндегі ең әсем қалалардың бірі Алматы деп аталды. Қазақстан аумағындағы Шу, Іле тауларының етегінен әлі күнге дейін жергілікті өсімдіктер әлемінің жаһары саналатынын регель қызғалдақтарын бастапқы күйінде кездестіруге болады. Бұл әсем өсімдіктер біздің жерімізде Тянь-Шань тауларының етегі мен шөлейт даланың түйсер тұрысында пайда болған. Қазақ топырағындағы осынау қарапайым, сондай-ақ ерекше гүлдер өз әдемілігімен көптеген халықтың жүрегін жаулап, бір діндеп бүкіл әлемге тарады. Бүгінде жер жүзінде қызғалдақтың 3000-нан астам түрі бар. Олардың басым көпшілігі біздің дала қызғалдағының ұрпағы. Қазір Қазақстанда қызғалдақтың 35 түрі өседі.